Сәлем қыздар, сіздермен мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгін қыздар біз жүкті әйелдердің көбінесе жіберетін 5 қатесі туралы айтатын боламыз. Егер де сізге қызық болса, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз, және де подписация кнопкасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Сонымен қыздар, жүкті әйелдердің көбінесе жіберетін қатесі ол суды аз мөлшерде ішу керек деген қате. Ол қайдан шығады? Сіздер білетіндей, жүкті әйел жүктіліктің соңғысында, соңғы 3-ші триместрде көбінесе ісіне бастайды, ісік пайда бола бастайды. Сол кезде бәрі не дейді? Суды аз ішу керек, сол кезде ісік аз болады деп айтады. Бірақ қыздар, бұл мүлдем дұрыс емес қағида. Керісінше, егер де өзіңіз ойлаңызшы, осындай ыстық кезде, немесе жалпы жағдайды алатын болсақ, сіз күнделікті өзіңіздің ішетін су мөлшеріңіз бар, сізде ісік пайда бола бастады, сіз суды азайтып тастадыңыз, ішпейтін болдыңыз, аз ішетін болдыңыз. Сол уақытта сіздің ағзаңыз не дейді? Керісінше су келмей жатыр, су тапшы деп ойлайды да, сіздің ағзаңыздағы суды керісінше шығармай, өзінде ұстап сақтап қалуға тырысады. Ол сондай заңдылық қыздар. Сонымен сіздің ісігіңіз одан да көп бола бастайды, одан да ұлғая бастайды қыздар. Сондықтан ісік болмау үшін суды аз ішу керек деген қағида қыздар мүлдем дұрыс емес, ол қате. Сонымен керісінше сіз жүкті болған кезде өзіңіз қаншалықты су ішкіңіз келеді, сондай мөлшерде ішу керексіз. Одан көп болмаса, одан аз болмау керек қыздар. Сонымен екінші айта кететін көп кездесетін қате қыздар, ол 2 адамға тамақ ішу деген. Ол да қыздар мүлдем дұрыс емес. Ол керісінше сізге көп проблема алып келеді. Ол сізге керек емес салмақ қосуға алып келуі мүмкін, асқазаныңыздың ауруына, гастрит, сондай нәрселерге алып келуі мүмкін. Сондықтан қыздар, қанша ішкіңіз, қанша жегіңіз келеді, сонша жеу керексіз тамақты. Бірақ 2 адамға тамақ ішу керек, ішіңіздегі балаға да тамақ қосымша ішу керек деген ол мүлдем дұрыс емес қыздар. Бала сіздің ішкен жегеніңізден өзіне керегін ол алады. Тек сіздің қадағалайтыныңыз ол жүкті кезінде сіздің ішіп жатқан тамағыңыз рациональный, полноценный болу керек. Яғни сіз тек қана углевод емес, белок та, жиры, углевод, соның бәрін бір қалыпты дұрыстап, және де сапасы жақсы тамақ ішуіңіз керек. Ал 2 адамға ішу керек тамақты күнделіктен көбірек ішу керек деген қыздар, ол мүлдем дұрыс емес. Сонымен үшінші біздің көп әйелдердің жіберетін қатесі қыздар, ол жүкті кезінде мүлдем спортпен айналаспау керек деген қағида, ол да дұрыс емес. Әрине сіз егер де жүктілікке дейін ешқандай спортпен айналыспасаңыз, тез жүкті болғаннан кейін сразу спортпен айналысып бастап кету, ол да дұрыс емес. Егер де сіз жүктілікке дейін мүлдем ешқандай спорт түрімен айналыспаған болсаңыз, фитнес залға бармаған болсаңыз, онда сіз жүкті болғаннан кейін әрине сізде бір жаттығулар пайда болу керек, бірақ егер де сіз мен айтып кеткендей ешқандай спортпен айналыспаған адам болсаңыз, онда сізге 12 аптасына дейін күткен дұрыс. 12 аптасынан кейін сізде ешқандай угроза, ішіңіздің ауруы, қоңыр выделение, қан, ондай ештеңе болмайтын болса, ол кезде сіз 12 аптасынан бастап жаймендеп спорттық бір жаттығуларды қоссаңыз болады қыздар. Енді сіз аяқ астынан бір үлкен спортпен немесе бір қатты күш жіберетіндей спортпен әрине айналыспайсыз, бірақ өте жақсы әйел адамға керегі, жүкті әйелге, ол йога для беременных қыздар. Мен прям сіздерге кеңес берем. 12 аптасынан бастап жаймендеп айналыссаңыздар болады. Ол жақта сізге растяжка жақсы көмектеседі, және де ол ертең сізге жүктілік кезінде жақсы өзіңізді сезінуге көмектеседі бір жағынан. Екінші жағынан ол сізге жеңіл босануға көмектеседі. Және де жүктіліктің болып жатқан родовой процесс, босану кезінде сізге қалай дұрыс дем алу керек, сол нәрсені йога для беременных қыздар үйретеді. Сізге кеңес берем. Және де бір жеңіл жаттығулар болады, және жүзу, плавание, онымен де айналыссаңыздар болады.
Ал егер де сіз жүктілікке дейін белсенді болсаңыз, бір спорт түрімен айналысатын болсаңыз, әрине сіз 12 аптасына дейін күтпей-ақ сол өзіңіздің бір қалыпты жаттығуларыңызды жасасаңыз болады. Әрине сіз енді баяғыдай емес, кішкене мөлшерін азайтасыз. Және де төртінші, қыздар, жүкті әйелдердің көп жіберетін қатесі ол генетикалық анализді уақытында тапсырмау. Мен бір видеоларымда айтып кеткен болармын, осында сілтеме тастап кетемін, көріп шықсаңыздар болады, қыздар. Мысалға, әйел адам 10-14 аптаның ішінде жүкті әйел бірінші скрининг УЗИ өтеді. Және де УЗИдан кейін, қыздар, сіздерде тек қана 3 күн бар осы генетикалық анализді тапсырып үлгеруге, қыздар. Көбісі УЗИге түседі, сонан кейін бір шаруалар шығып қалады, сонымен бір әйтеуір емханаға барғанда ол генетикалық анализді тапсыра салармын деп ойлайды. Бірақ ол, қыздар, мүлдем дұрыс емес. Өйткені сіз УЗИді өткеннен кейін тек қана 3-ақ күніңіз бар. Сол 3 күннің ішінде сіз генетикалық анализді тапсырып үлгеруіңіз керек. Егер де сіз сол уақытты үлгермей қалсаңыз, сол уақытты жіберіп алсаңыз, болды, сіз жүктіліктің соңына дейін ол анализді тапсыра алмайсыздар, қыздар. Және де, қыздар, өте көп кездесетін 5-ші бір қателік ол жүкті кезінде, соның ішінде жүктіліктің аяғы жағында жыныстық қатынас болмайды. Жыныстық қатынас болса, балаға бір зиян келтіру мүмкін деген бір қате ұғым бар. Ол мүлдем дұрыс емес, қыздар. Жыныстық қатынас кезінде балаға ештеңе болмайды. Ол солай сіздің ағзаңыз ол баланы қорғап қойған. Сіздің жатырыңыз, оның ішіндегі суы, сіздің жатыр мойныңыздың жабық тұруы, оның бәрі баланы қорғайды. Жыныстық қатынас кезінде балаға зақым келтіру ол мүлдем мүмкін емес нәрсе, қыздар. Сондықтан ол физиологиялық жағдай. Сондықтан жыныстық қатынас керісінше жүктілік кезінде болуы тиіс. Өйткені ол біріншіден ол әйелдің жақсы өзін сезінуіне алып келеді. Екіншіден ол окситоцин, сондай бір гормон счастья, бір бақыт гормонының шығуына алып келеді. Және де сіздің жаңағы жүктілігіңіздің жақсы жеңіл өтуіне көмектеседі. Бүгінге сіздерге айтқым келген осы, қыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.